Армысыздар. Екі адам арасын не жалғайды екен? Ал екі ұлт, екі мәдениеттің арасын не жалғайды екен? Бүгін біз оны анықтап көрейік. Бүгін ұлттар арасында көпір саламыз. Қазір біз білім беріп жатқан ұрпақ қандай? Әрине, Z ұрпағы олар визуалға тәуелді, қысқа және нақты контентті қалайды, және өздерін цифрлық ортада өте еркін сезінеді. Қазақ тіліндегі дәстүр деген сөзді игеру керек. Бала тостер дегенді біледі, ендеше бала ойша тостер мен дәстүрді ойша өзара байланыстыру керек. Сондықтан біз жылда тостер алу дәстүр деген сөйлемге видео жасаймыз. Бұл жерде сөйлемнен терең мағына іздеудің қажеті жоқ. Ойға сыйымсыз болса, тіпті жақсы. Себебі бала күле отырып, есіне сақтап қалады. Мынау тостер, анау дәстүр. Жылда тостер алу дәстүр. Мынау амандас, анау адидас. Кәне амандас, кисең адидас. Мынау сағыну, анау соқну. Сені сағынып, я соқну. Мынау бесік, анау төсек. Бесік, төсек тербетті. Мынау ата-ана, анау антенна. Ата-ана антенналарын қосты. Мынау табурет, анау төрлет. Кәне төрлет, міне табурет. Мынау күлкі, мынау күлкі. Күлкі көріп, күлкі келді. Мынау жай, мынау жуй. Сен жай жуй. Мынау сандай, мынау сондай. Бүгін сондай, сандай болды. Мынау шақ, мынау шақ. Келер шаққа сен шағынул. Бұл идеяны жүзеге асыруды 5-ші сыныптардан бастадым. Себебі халықаралық тәжірибеге сүйенсек, тілді үйретуге ең қолайлы кезең ол 10-12 жас аралығы. Ақпаратты қабылдау барысында әртүрлі есте сақтау дағдыларын пайдаланады. Ғалымдардың зерттеулеріне сүйенсек, адам алған ақпараттың шамамен 10%-ын естігенде, 20%-ын оқығанда, ал 70%-ын көргенде есте сақтайды. Демек, жаңа сөздерді тек тыңдату немесе оқыту жеткіліксіз. Оларды көру, елестету, бейнемен байланыстыру арқылы меңгерту әлде қайда тиімді. Жаңа сөзді меңгеру үшін оқушының білетін тіліндегі дыбысталу ұқсас сөзбен байланыстыру әдісі бұрыннан белгілі. Мен осы тәсілді жетілдіріп, қазақ сөздерінің орыс және ағылшын тіліндегі дыбыстық ұқсас нұсқаларын анықтап, оған музыка мен бейнематериал қостым. Визуалды бейнелер оқушылардың көру жадысын дамытып, сөзге бейнелі сипат берсе, музыка олардың эмоциялық қабылдауын жеңілдетеді. Кәне амандас, кисен адидас. Ата-аналар антенналарын қосты. Қорыта айтқанда, топта 13 оқушы болса, соның 10-ы жыл бойы меңгерген лексикалық минимумның 90%-ын жылдың соңында және келесі оқу жылдың басында да толық қолдана алатындығы анықталды. Жаңа сөздер меңгерілгеннен кейін әр бөлім соңында оқушыларға қазақ халқы мен өзге ұлттардың мәдени ерекшеліктерін салыстыруға мүмкіндік беретін 2 мәтін ұсынылады. Осы мәтіндер негізінде зерттеу салыстыру жұмыстары жүргізіледі. Сонымен көпір қалай салынды? Бірінші қадам,
лексикалық минимумды орыс және ағылшын тілдерімен байланыстырдық. Ал екінші қадам қазақ халқының мәдениетін, салт дәстүрін түрлі халықтармен салыстырдық.